Енді мен неге табысты мұғаліммін? Бұл тақырыпты ашу үшін алдымен мұғалімнің контекстінде табысты деген сөздің мағынасын ашуға тырысып. Әдетте табысты мұғалімнің табысы дегенде ойымызға не келеді? 90-ық жылдық оқушының нәтижелері, ғылыми жобаларда алған орындары, олимпиадада алған жүлделі орындары, өзінің жазған әдістемелік құралдары, әртүрлі конференцияларға, фестивальдарға қатысқандағы алған грамоталары, сертификаттары. Яғни бір сөзбен айтқанда, портфолияның қалыңдығы мен салмағы. Қалай ойлайсыздар? Мұғалімнің портфолиясы неғұрлым қалың, неғұрлым салмағы ауыр болса, соғұрлым табысты ма? Екеуі бір-біріне тура пропорционал ма? Сонда қандай да бір мұғалімнің портфолиясы жеңіл жұқа болса, одан портфолиясы қалың, ауыр мұғалімді үзілді-кесілді табысты деп айта аламыз ба? Әрине бұлар да табыс, бірақ табыстың сыртқы формасы, табыстың сыртқы көрінісі. Енді мысалы альпинистер, Эверестке барып, қаншама альпинистер ту тігіп жатыр. Егер сол Эверестке шығып ту тігіп жатқан альпинистердің бүкіл фокусы, бүкіл мақсат мүддесі тек қана Эверестке шығып ту тігу болса, онда ол альпинистердің басым көпшілігі ол жерге жетпес еді. Өйткені жолда шаршайтын еді, жолда шыдамы жетпес еді. Ол Эверестке барып ту тігу, ол бүкіл ананы альпинистің орындайтын іс-әрекеттерінің 1%-на да жетпейтін жай ғана бір салдары, жанама әсері. Ол үшін ол тауды жақсы көру керек. Ол үшін ол шыңға шығуды жан тәнімен сүю керек. Соның жанама әсерінен ол Эверестке барып ту тігуі мүмкін, тікпеуі де мүмкін. Ең бастысы бірақ ол емес. Тура сол сияқты, егер мұғалімнің фокусы тек қана көрсеткіште болса, тек қана қандай да бір оқушыны нәтижеге жеткізіп, жүлделі орын алғызу болса, онда ол мұғалімнің ол оқушымен жүйелі түрде жұмыс істеуге еш уақытта күші жетпес еді. Егер тек қана сол болса. Мен ең алғаш мұғалім болып келген жылдары мынандай сұрақты өзіме қоятынмын. 20-30 жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі мұғалімдердің неге жас еңбек өтілі аз мұғалімдерден педагогикалық шеберлігі барлық жағдайда аса қатты үлкен айырмашылық жоқ. Белгілі бір жаңадан университет бітіріп кейін 3 жыл, ары кетсе 5 жылдан кейін әдетте оның өсуі тоқтайды. Мидың құрылысы сондай ма, адамның физикалық мүмкіндігі сондай ма? Мүмкін жаңағы адам белгілі бір мұғалім стереотипке түсіп алатын шығар. Мүмкін ары қарай жаңағы ол бір жаңа нәрсеге ұмтылмай қалатын шығар. Ана Шаталов сияқты ұлы педагогтардың ең негізгі айырмашылығы сода шығар. Ол Шаталовтың педагогикалық талантында емес шығар. Оның әрбір оқу жылын жаңадан университет бітіріп келген мұғалім сияқты ізденіске толы құлшыныспен бастайтын шығар. Сонда бір сөзбен айтқанда, табыс ол тек қана сыртқы көрсеткіш емес, табыс ол мұғалімнің болмысынан туындайды. Егер сыртқы көрсеткіштері табыс деп есептейтін болсақ, ол үнемі жылдан жылға арта беруі мүмкін ба? Мүмкін емес. Сіздің қолыңыздан келеді, өзіңіздің бақылауыңызда баланы мысалы олимпиадаға барынша дайындау қолыңыздан келеді. Бірақ оның жүлделі орын алуы ол сіздің құзырыңызда емес, сіздің бақылауыңызда емес. Ол көптеген кездейсоқ факторларға тәуелді. Мен дайындап жатқан оқушы бір жерде бірінші орын алу керек деген сөз, ол басқа бір оқушы одан қалып қалу деген сөзбен бірдей. Сіз не басқа бір оқушы үшін мақсат қоя алмайсыз ғой. Мен бір фестивальға қатысып, педагогикалық бірінші орын алам деген сөз, басқа бір мұғалім менен қалып қалу деген сөз. Сіз басқа бір мұғалім үшін мақсат қоя алмайсыз ғой. Ол сіздің бақылауыңызда емес. Сонда табысты мұғалім тек қана өзінің бақылауындағыны барынша бар ынтасымен, үлкен сүйіспеншілікпен істеуінде. Қалған сыртқы көрсеткіш ол бірде болады, бірде болмайды. Кей жылдар мүлде болмай қалуы мүмкін. Сонда мен табысты мұғаліммін. Мен ана халықаралық
ғылыми жобаларда бірнеше рет жүлделі орын алғандығынан емес. Мен табысты мұғалім, оқушыларым жаңағы олимпиададан жүлделі орын алып жатқандығында емес. Мен табысты мұғаліммін, бірақ менің ана педагогикалық идеялар фестивалында бірнеше рет жүлделі орын алғандығымнан емес. Мен табысты мұғаліммін, әрбір жаңадан оқу жылымды, жаңадан университет бітіріп кеп, жаңадан мұғалімдікті бастап жатқан жас маман сияқты көзбен қарауымда. Мен табысты мұғаліммін, өйткені көптеген қателіктер жасауымда. Мен табысты мұғаліммін, эксперименттерден қорықпауымда. Міне осылардың әсерінен сыртқы табыс болып болмауы, ол жай ғана жанама әсер болуы мүмкін. Рахмет.